бір период болды. Диана үйде отырды, декретте. Көп отыра алмады, бірақ ол үшін 6 айдың өзі өте үлкен декретте отыру болды. Мен жұмыста істеген жоқпын, мен үшін ол бір андай резкая остановка сияқты болды да. Мен түсінбейтін, неге, наоборот, жақсы емес па үйде отырған, ұйықтайсың, балаға қарайсың, өзіңе көңіл бөлесің. А ол наоборот қарсы болды. Мен тезірек декреттен шыққысы келді оның. Өйткені мен қаншама уақыт бойы студент кезімнен бастап кинода жұмыс істедім. Киноны тоқтаған кезінде тұрмысқа шығып бизнес бастап кеттік. Бизнес бастағаннан кейін бірде-бір күн андай артық демалыс уақыт деген сияқты көп болмады да. Резкий остановка болды, и мен прям андай, енді білмеймін, послеродовая депрессия болды ау сол моментте. Мен ол кезде Дианамен ақылдаспай, дұрыс емес орталарға кіріп кеттім. Бірден Дианаға айтқан жоқпын, бірақ қандай решениялармен, істеріммен көрсете бастадым. Жұмыс туралы айтпаймын, жаңағындай үйге келемін де ұйықтап қаламын, сөйлеспеймін деген сияқты. Диана оны түсінбеді.